Сәлем достар, сіздермен бірге мистер Шарлок. Сіздерге көп рахмет. Өйткені менде 26 подписчик. 30 подписчикке жеткіздіңіздер, өтінемін. Ал бүгін не істейміз? Бүгін сарай салайық, анандай замок салайық. Ол үшін бізге мынадан болсын. Осыдан не жасайық, анандай не замок. Так. Достар, менің қасымда мысығым отыр. Сол мырылдап жатыр. Так, қазір есікті алып алайық. Өзіме осындай есік ұнайды. Ал енді замокты дәу қылып жасайық, достар. Міне. Достар, 30 подписчик қылып беріңіздер, өтінемін. Және сіздерге көп рахмет. 26 подписчик. Бұның өзі жетістік мен үшін, үлкен жетістік. Сіздерге көп рахмет. Бір жер қазылып кетті, кешіріңіздер. Міне. Өзім қуанып отырмын. 26 подписчик. Менде, достар, менде бар ғой, менде қызық. Біресе 27 подписчик болады, біресе 26 подписчик болады. Өте қызық. Өзім түсінбей отырмын, неге олай өзгере беретінін. Не? Bugatti 5000 деген бір канал бар менде, маған жазылған. Сол деген, соған айтып қойын. Ол менің осының алдындағы видео бар ғой, достар. Сода айтқан өзіме қатты ұнайтын нелерді. Достар, тоқтай тұрыңыздар. Достар, сол Bugatti 5000 деген канал, сол деген менің айтқан өзіме өте қатты ұнайтын нелерді, каналдарды өте жаман деп айтты. Сондықтан Bugatti 5000 үйтіп айтпай қойыңыз. Өйткені ол сізге ұнамайды, маған ұнайды. Ол екеумізге бөлек, екеуміз бөлек адам. Сондықтан үйтіп айтпай қойыңыз. Өте керемет замок салайық. Мұнау бірінші бөлім болсын, достар. Қанша этажды қылып салайын, соны комментарийге жазып кетіңіздер, өтінемін. Комментарийге қанша этаж қылып салайын, соны жазып кетіңіздер. Әйтпесе мен миыма келмейді, қанша этаж қылып салайын деп ойланып жүремін всегда. Міне, достар, өте керемет. Өте керемет. Өте керемет. Достар, сіздерге мен бір анекдот айтып берейін. Короче, бір күні қазақ, орыс, неміс болған ғой. Сонда олар ұшақта кетіп бара жатып, қазақтың қолында қой, орыстың қолында пышақ, немістің қолында анандай бомба болған ғой. Сонда бұл жерде
Солар деген сол қолындағы заттарын неден сол ұшақтан тастаған. Сөйтпеген қазақ үйіне келсе, әйел жылап отыр екен. Неге жылап отырсың деп сұраса, баламыздың үстіне қой құлап өліп қалды деген екен. Ал орыс үйіне келсе, әйел жылап отыр екен. Неге жылап отырсың десе, баламыздың үстіне пышақ құлап өліп қалды деген екен. Сөйтпеген орыс үй, то есть кесіңіздер достар, неміс үйіне келсе, әйелі күліп отыр екен. Неге күліп отырсың десе, мен деген дәретханаға отырғанда, осырып қойғанда, көршінің үйі атылып кетті деген екен. Сонда осылай өте керемет анекдот шықты. Сіздерге ұнады деп ойлаймын осы анекдот. Өзіме қатты ұнады, өйткені мен деген әбден шексілем қатып күлдім. Достар, көп рахмет. 26 подписчик менде. 30-ға жеткізіңіздер, өтінемін. Содан соң 40-50 болып кете береміз. 10 подписчик қосылған сайын мен осылай анекдоттар айтып тұратын боламын. Әртүрлі күлкілі анекдоттар айтамын. Және достар, қазір мен мына жерде бітірейін, видеоны қысқартайын. Достар, мен міне болдым. Енді осы жерге қандай комната салсам болады, соны комментарийге жазып кетіңіздер. Достар, мен өз видеомды аяқтаймын. 26 подписчик болғандарыңызға рахмет, көп рахмет айтамын. Осы видеоны ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге мистер Шарлок болды. Көріскенше.